Кеш жарық Түркияның Анталия қаласында парадзюдодан халықаралық гран-при жарысы өтіп жатыр. Осысында жерлестеріміз қос қола жүлдеге қол жеткізді. Ерғали Шамей 73 келі салмақта G1 санатында үштіктен көрінсе, Даяна Федосова G2-де үздік үштікті түйіндеді. Түркістанда Сидней Олимпиадасының жеңімпазы Бекзат Саттархановты еске алуға арналған бокстан жастар арасындағы 22-ші халықаралық турнир жалғасуда. 200-ден астам былғарылғы шебері 10 салмақ дәрежесі бойынша кім мықтыны анықтап жатыр. Жарыстың екінші күні шаршы алаңға қыздар көтерілді. 50 келі салмаққа дейінгі бұрымдылардың боксы тартысты өтті. Өйткені бұл салмақта елімізде бәсекелестік өте жоғары. Сондықтан дәл қазіргі уақытта кім топ жарып деген сауалға бірден жауап айту қиын. Халықаралық турнирдің бас төрешісі Ержан Оспанбаев жарыс деңгейі жылдан жылға өсіп келе жатқанын атап өтті. Айта кетейік, Түркістан төрінде өтіп жатқан турнир 4 сәуірге дейін жалғасады. Бұл жекпе-жекте печеньге отырғаны арқасында жеңіске жеткен болатынмын. Әрине бұның бәрі өзімнің бапкерімнің арқасында. Және де осындай жоғары деңгейде өтіп жатқан Бекзат Саттарханов ағамыздың еске алуына арналған турнирінде бокстасқаныма қуаныштымын. Бұйырса бірінші орын алуға жұмыстанамын. Бокстан қыздар құрамасында бапкер ауысты. Бұрымдылар боксы соңғы кезде биіктен көріне алмады. Әзірше қоржынымызда Олимпиаданың жалғыз жолдамасы бар. Оны былтырғы Азия ойындарында 57 келідегі Карина Ибрагимова жеңіп алған болатын. Ал Италияда өткен лицензиялық турнирден қыздарымыз құралақан қайтты. Осыдан кейін ақ қыздар боксы сын садағына ұшырады. Қазақстан бокс федерациясының мамандары ақылдаса келе, бұрынғы бапкер Шамил Сафиуллиннің орнына жас маман Елдос Сайдалинді әкелді. Елдос 2020 жылдан бері жастар мен жасөспірімдер құрамасының аға бапкері болған. Тізгінді қолға алған Сайдалин алда бір ғана лицензиялық турнир қалды. Атқаратын жұмыс көп, жауапкершіліктен қашпаймын. Бар күшімізді салып, соңғы жарыста көп жолдама алуға тырысамыз депті. Естеріңізге салайық, Париж Олимпиадасының жолдамалары сарапқа салатын соңғы жарыс мамыр айында Таиландта өтеді.